Ассаламу алейкум, бисмиллах деп өзбек ұлтының тағамдарының бірі маш кечери даярлаймыз. Ең алдымен 2 стакан машты жақсылап тазартамыз да жуып 3-4 рет 4-5 сағатқа жылы суға салып жібітіп қоямыз. Егер үйде кісі саны аз болса, 1 стакан машта жеткілікті болады. мл майды қазанға құйып қыздырамыз да 300 грамм етімізді салып, қойдың қабырға етін салып қуырамыз. Осы уақыт аралығында көкөністеріміз барлығын кесіп даярлап қоямыз. Етіміздің үстіне жарты шай қасық кориандр және жарты шай қасық зира саламыз. Кішкене жарты шай қасық тұзды салып қуырамыз. Кейін пиязымызды болгар бұрышын және қызанақты салып қуырып аламыз 5 минуттай. 5 минут өткен соң сәбізіміз бен картоплымызды саламыз да тағы да бір 2-3 минут қуырасыздар араластырып. Ас мәзіріне пайдаланатын барлық азық-түліктің мөлшері төменгі жақта толықтай жазып қалдыратын боламын. Кейін дайын тұрған машымызды саламыз да 3 литр су құямыз. Егер сіз 2 стакан маш салған болсаңыз, 3 литр су құясыздар. 1 стакан маш салсаңыздар, 2 литр су жеткілікті болады. Татуына қарай тұзы мен қара бұрышын салып, бетін жауып қоямыз. Және де 1 немесе жарты стакан күрішті жуып даярлап қоясыздар. Қазан қайнаған сәтте астын орташа отқа басамыз да орташа отта 30 минут қайнатып пісіреміз. Маштарың жарыла бастаған сәтте күрішімізді саламыз да тағы да бір 10-15 минут қайнатып аламыз. Тұзын дәмін бір рет тексереміз. Егер жеткіліксіз болса, татуына қарай тағы да тұзы мен бұрышын толықтырасыздар. Егер суыңыз аздау деп ойласаңыздар, тағы да су қосып толықтырсаңыздар да болады. Қақпағын толықтай жаппай сәл ашық қалдырамыз да асымыздың дайын болғанын тексереміз 15 минуттан соң. Асымыз дайын болды. Дастарханға қаймақпен, балғын көкжелкен аскөкпен ұсынсаңыздар болады. Біздің арнаның ас мәзірі ұнаса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза қалдырыңыздар, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Келесі ас мәзірі видеосында кездескенше сау болыңыздар. Көп рахмет аспаз анадан.